Қазығын қаққандар, жұлдызын жаққандар, қасиетті Түркістаннан керемет несібесін тапқандар. Ең бастысы Жәмила деп бүгін таң атқандар, Жәмила тойда барамыз деп кешіп атқандар. Тілеулес болып жатқандар, амансыздар ма? Шырайлы Шымқаладан арнайы сәлемді ал, мен де жеттім ау әйтеуір. Жәмила ханым, Жәмила. Жәмила ханым, Жәмила деп. Бұл Жәмила бар ғой, бір жігіттер сүйген кезде бәрі ұмытып кетеді. Атында ұмытып қалады қыз. Жәмила ханым, мен қасыма келе қойыңыз. Мен қасыма келе қойыңыз. Бұл ханым емес, ханшайым болып қалып жүрді последнее время. Көрсең көзің тоятын Жәмила. Жүрсе жер тоятын Жәмила. Керек жерде тілмен пышақсыз соятын Жәмила деп қойыңыз. Ал енді өзім деген адамға құшағын жаятын Жәмила. Қымбатты да қадірлерім, қазақ елім ардақтыларым, тілекшілерім менің. Жәмила деп келген аяқтарыңызға, Жәмила деп келген жүректеріңізге, тілектеріңізге Алла мың еселендіріп бере берсін сіздерге. Мен қызбын, қыз тілекші, жақын болған халқына адал жұрт аман болсын талқына деп жаздым. Ана болу ол армандардың асылы, перзент деген бау-бақшаның жасылы. Құрсағына бала біткен ананың сезіледі ажарының ашығы. Жүрек соқса жүрегінің астынан, артта бәрі қалған ғой жастығын. Өйткені сен өзің ана боласың, домаланып толған айдай толасың деп. Алтын құрсағынан толған алтындай ұрпағынан ұрпақ көрді. Алдияр деп қолын кеудесіне салып, ертең ел билегенде алдына адам баратындай, тарихта қалатындай Алдияр деген есімді жабылып, сол ұлды осы Жәмила сағынып, бүгін соның қасынан табылып жатқанымызға сансыз шүкірлер мен мадақ Аллахқа ғана болсын. Ал мен әнімді айтайын, шіркін дархан дастан менің жүрегім ішінде жатыр ғой, оны ешкім суыра алмайды екен. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ екен. Осы тілімнің арқасында Жәмиладай жанның жүрегінен орын тапқаныма, Жәмиладай жанның көздерін мені көргенде жаққаныма мен ризамын. Жәмила биен жалғыз келген жоқпын. Шымқаладан арнайы Салтанат Әбдіразақ қызын, Гүлайымдай гүл ханшайым күйремімді жарозын алып келдім. Қаншама жан Шымкенттен келіп жатырмыз. Тек өзім, мен дегенді Аллах та жек көреді. Сол шымкенттіктердің атынан бүгінгі кешке сіздерге әнімді алып келдім. Әннің аты Жәмила мықты әйел деп аталады. Мықты әйелді айтып болғаннан кейін артынан бір-екі ән айтып жіберейін жігіттер, өйткені мына тамақты сәл сендіру керек қой деп ойлап тұрмын. Мен бір-екі ән алып қойды, ұрыспайсың ба маған? Алтын уақытыңды алып қоймадың ба? Болды. Төрде отырған ел билеген көшті деген ардақты ағаларыма тағы да сәлемдерді тағзым еткен жандарым. Жасай берсін дүниеде еркектер, олар болса көптен беріп жер көптер, жасасын еркектер деп. Ер азаматтарымыздың атынан нағыз мықты әйелдердің құрметіне Құрманай Бақтиярқызының атынан қабыл алыңыздар.